52%. Заманауи тарихтағы ең ауқымды әрі ең қиратушы геосаяси экспериментті бастап жіберуге небәрі бірнеше пайыздық басымдық жеткілікті болды. Осыдан 10 жыл бұрын Ұлыбритания Еуроодақтың есігін тарс жауып жөніне кетті. Олар өз азаматтарына аспандағы айды, жүздеген миллион үнемделген фунтты және ұлы тәуелсіз империя мәртебесін қайтаруды уәде еткен еді. Бірақ бір кездері жарты әлемді билеген алып мемлекеттің бүгінде нағыз ұлттық похмелье синдромын бастан кешіп жатқанын айтсам не дейсіз? Лондонды Брюссельдің диктатурасынан құтқаруы тиіс болған мінсіз жоспар қалайша орасан зор шығынға ұласты. Неліктен бүгінде британдықтардың басым көпшілігі уақытты артқа айналдырып, ЕО-ға қайта кіруді армандап отыр? Элиталар табынған мақтаулы Брексит неге тарихи триумфтан өздері қазған алып экономикалық қақпанға айналды? Өздеріне қайтар билетсіз алдан қалғанын кенеттен түсінген халық енді шын мәнінде нені қалайды? Бұл шығарумда біз 21 ғасырдағы ең үлкен саяси өзін-өзі алдаудың анатомиясын жіліктеп береміз. Шайыңызды қиып, жайғасып отырмыз. Кеттік. Брекситтің бүкіл идеясы 3 негізгі претензияның айналасында құрылды. Британия енді өз заңдарын бақыламайды, миграцияны басқара алмайды және Еуроодаққа мүше болған үшін қыруар ақша жоғалтып отыр. Одақтан шығуды жақтаушылар мұның бәрін бірақ шауып шешуге уәде берді. Жай ғана тізгінді қайта қолға алу керек деді. Бірақ бұл ұранның халыққа қалай дәл тигенін түсіну үшін Лондонның біріккен Еуропамен қарым-қатынасының ең басына оралуымыз керек. Екінші дүниежүзілік соғыс бітті. Еуропаның күл-талқажаны шыққан. Осы кезде грандиозды идея туындайды. Бұрынғы қасшаулар енді ешқашан соғыспас үшін оларды ортақ бір экономикалық блокқа біріктіру. Бірақ сол кезде Еуропамен бірге болғысы келетін, алайда оның бір бөлшегі болуға үзілді-кесілді қарсы бір ел бар еді. Олардың бұл менмендігін түсінуге де болады. Ол кезде Лондон әлі де алып империяның астанасы. Британ элитасы империялық амбицияның буынан толық айға қоймаған кез. Олар шынымен де түсінбеді. Соғыстан жер мен жексен болған көршілермен экономиканы байлап матаудың не керегі бар? Бірақ арада небәрі 10 жыл өткенде өмірдің өзі Лондонды оңбай шапалақпен тартып жібереді. Британдықтар өздерінің империялық өткеніне мастанып жүргенде Еуропа болашағын қарқынды түрде құрып жатқан болып шықты. Мына графикке назар аударыңызшы. Мұнда Британия экономикасының 1950 жылдан 1973 жылға дейін қалай мармысыз өскен, ал дәл осы уақытта басқа еуропалық елдердің қалай ғарышқа ұшқанын көруге болады. Маршалл жоспары арқылы Американың миллиардтары құйған еуропалық нарық көз ілеспес жылдамдықпен гүлдене бастады. Сол кезде Лондон намысын жиып қойып, еуропалық клубтың есігін қағады. Жарайды жігіттер, бізді де қатарға қосыңдаршы. Бірақ Еуропа британдықтардың танауының астынан есікті тарс жабады. Оның үстіне мұны 2 рет жасайды. Осы бір тарихи иронияның масштабын елестетіп көріңізші. Оларға кіруді жалынып сұрағанда паңдана бас тартқан еді. Ал өздері еңбектеп кіргізуді сұрағанда оларға есікті көрсетіп қуып шықты. Бұл олардың жарты ғасырлық қарым-қатынасын сипаттайтын ең мінсіз метафора. Тек 1973 жылы Франция президенті де Голль биліктен кеткеннен кейін ғана Британияны еуропалық отбасына әрең дегенде кіргізді. Ал Еуропаның сықылаған есік ашылған кезде Лондон не істеді десемізші? Сенбейсіз, олар ең бірінші кезекте күмәндана бастады. 2 жылда өтпестен енді одақтан шығу туралы референдум жарияланады. Қате естіген жоқсыз. Аулада 1975 жыл. Олар кіргендеріне енді ғана 2 жыл болды, бірақ қазірдің өзінде шыққысы келіп отыр. Мұның бәрі шок қылатын математикаға барып тірелді. Британдықтар кенеттен ортақ еуропалық қазандыққа қыруар ақша құйып жатқандарын, ал қайтарымына тиын-тебен ғана алып отырғандарын түсінді. Сол кезде сахнаға темір ханым Маргарет Тэтчер шығады. 1984 жылы ол британдықтардың ақшасын қайтаруды талап етіп, үстелді жұдырықпен бірақ береді. Сөйтіп, мүмкін емес нәрсеге қол жеткізеді. Еуропа Лондонға жарналар мен шығындар арасындағы айырмашылықтың 66%-ын өтеп беретін тұрақты бюджеттік жеңілдік жасауға келіседі. Британия қауымдастықта қалады, бірақ өзіне цинизм мен VIP мәртебе саудалап алады. Бірақ 90-шы жылдары ойын ережесі күрт өзгереді. Еуропа жай ғана сауда-саттықпен айналысу тым сақ дүние деп шешеді. Мастрихт келісіміне қол қойылып, ұйымның атауынан шусыз, тып-тыныш қана экономикалық деген сөз алынып тасталады. Енді бұл Еуропалық одақ. Брюссель барлығын бақылауда ұстағысы келді. Сыртқы саясатты, қауіпсіздікті, тіпті дүкен сөрелеріндегі банандардың көлемі мен қисықтығы қандай болу керектігіне дейін. Лондон іштей тынып, тісім қайрап отырып бұл құжаттарға қол қойғанмен, өзіне тағы да бірегей, тіпті арсыз деуге болатын шарттарды жұлып алды.
Ұлыбритания ЕО ішіндегі ең бір түрлі гибридке айналды. Ол үлкен ортақ нарықтың қақ ортасында отырды, бірақ евроға көшуден үзілді-кесілді бас тартты. Шенген аймағын елемеді, өз жеңілдіктерін сақтап қалды және үнемі өзі үшін жаңа ерекшеліктер талап етумен болды. Элитаның төбесі көкке жетті. Бұл құлыққа толы схема мінсіз болып көрінді. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. 2004 жылы Еуропа бірден 10 жаңа мемлекетке – Польша, Чехия, Венгрия және Балтық елдеріне есігін айқара ашады. Дәл осы жерде Лондон арада жылдар өткен соң Брексит арқылы түзетпек болған өзінің ең фатальды қателігін жібереді. ЕО ережелеріне сәйкес, ескі мүшелер жаңа көршілер үшін өз еңбек нарықтарын уақытша жауып тастауға толық құқылы еді. Германия мен Франция шімірікпестен дәл солай істеді. Кешіріңіздер, бізге өз жұмыс орындарымыз қымбатырақ. Ал Британия ашықтықпен ойнап көрмек болды. Неге? Өйткені үкіметтік аналитиктер түрлерін ақылдетіп, графиктерді ақтара отырып, жұбататын болжам жасағанда. Уайымдамаңыздар, бізге жылына ары кетсе 13-15 мың адам келер. Олардың қаншалықты қателескен білесіз бе? Келесі 10 жылдықта Британия шекарасын 1,5 миллион адам кесіп өтті. Міне, сол баяғы үшінші жарылғыш мәселе – миграция. Бір тамаша таңда миллиондаған қарапайым британдықтар өз шекараларына деген бақылауды түпкілікті және қайтымсыз жоғалттық деген суық тер басатын сезіммен оянды. Жаңа премьер-министр Дэвид Кэмерон абсолютті саяси тұйыққа тірелді. Ол миграцияны жылына 100 мың адамға дейін азайтамын деп британдықтар алдында ант су ішкен еді. Бірақ Еуроодақтың ашық шекаралары жағдайында мұны жасау физикалық тұрғыда мүмкін еместі. Осы ашу ұза толқынында UKIP, Біріккен Корольдіктің тәуелсіздік партиясы, күрт салмақ жинай бастайды. Олар агрессивті түрде ЕО-дан шығуды талап етіп, биліктегі консерваторлардың дауыстарын аяусыз тартып алып жатты. Жақындап келе жатқан апаттың ауқымы сәл кейінірек. 2014 жылы UKIP Еуропарламент сайлауында бірінші орын алған кезде белгілі болды. 100 жылдан астам уақыт ішінде Британиядағы жалпыұлттық сайлауда консерваторларда, лейбористерде емес, басқа партия жеңіске жетті. Бірақ әлі 2013 жылы жер табанынан сырғып бара жатқан сезген Кэмерон электоратты жоғалтпас үшін құлыққа баруды ұйғарады. Ол мінберге шығып, Еуропаға қатаң ультиматум қояды. Британия бұл клубқа бір тұтас еуропалық супердержаваға жұтылып кету үшін емес, сауда жасау үшін кірген. Бізге өз заңдарыңызды тықпалауды, парламентіміздің билігін тартып алуды және біздің ақшамызды шашуды доғарыңыздар. Бірақ бұл тарихи сөздің басты, парадоксалды ирониясы неде екенін білесіз бе? Кэмеронның өзі ЕО-дан шығуға үзілді-кесілді қарсы болды. Ол үшін бұл айқайлаған сөздердің барлығы жай ғана гениалды саяси блеф еді. Ол сайлауда жеңіске жету үшін ғана халықты алда қатып, референдум өткіземіз деп сүйек тастай салды. Ол парламент тағы да ешкім басындық ала алмай ілініп қалады. Коалиция құруға тура келеді, және бұл қауіпті уәдені кулуарлық сауда-саттық барысында жай ғана жылы жауып қойып қаю салуға болады деп толық сенімді болды. Бірақ ол оңбай қателесті. Референдум идеясы қоғамды қатты елең еткізгені сонша, консерваторлар дербес, абсолютті көпшілік дауысқа ие болды. Күтпеген жеңіс қақпанды тарс жапты. Премьерде маневр жасайтын орын қалмады. Оған өз берген уәдені орындауға тура келді. Ең қызығы дәл осы жерде басталады. Ел қақ айырылды. Шығуды жақтаушылар лагері және қалуды жақтаушылар лагері. Барлық бастапқы болжамдар бойынша Еуродақты жақтаушылар үлкен алшақтықпен жеңіске жетуі тиіс еді. Олар қалайша масқара болып ұтылып қалды? Бәрі қарапайым. ЕО-ны жақтаушылар нағыз атысқа қолдарына калькулятор ұстап келді. Олар ЖЭО-ның төмендеуі туралы іш пыстырып міңгірледі, күрделі цифрларды жаудырды және беті бүлк етпейтін душный эксперттерді шақырды. Шын мәнінде олардың компаниясы былай деді: ештеңені өзгертпей-ақ қояйық, әйтпесе бұдан да жаман болады. Ал халық өзгерісті ауадай қалап отырған еді. Және бұл өзгерісті оларға керемет етіп сатып жіберді. Брекситті жақтаушылар логиканы сырып қойып тікелей эмоцияға ұрды. Олар бәрін шешетін жылтыр ұранды алға тартты. Тізгінді өзімізге қайтарамыз. Бөтеннің заңдары ұнамай ма? Тізгінді қайтарамыз. Ақшамыз кетіп жатыр ма? Тізгінді қайтарамыз. Қаптаған мигранттар ма? Тізгінді қайтарамыз. Олар ережесіз қатам ойнады. Бүкіл ел бойынша сыртына біз ЕО-ға аптасына 350 миллион фунт береміз. Одан да бұл ақшаны өзіміздің ауруханаларға берейік, деп жазылған атақты қызыл автобус жүріп өтті. Бұл цифрдың аспаннан ауынғаны көрініп тұрса да, ол сайлаушылардың миына шегеленіп қалды. 2016 жылдың 24 маусымына қараған түн тікелей эфирде ойнатылған ең шиеленісті саяси триллер ретінде тарихта қалды. Лондон Ситиінде банкерлер шампан атып жатқан, нарықтар, букмекерлер және экзит-полдар Британияның ешқайда кетпейтініне 100% сенімдеді. Бірақ сағат тілі түн ортасын соққанда.
Телекрандарда солтүстіктің ұмытылған, тот басқан өнеркәсіптік қалаларынан деректер шыға бастады. Сандерленд, Ньюкасл, ондалы көрсеткіштерді көргенде астаналық аналитиктердің жағасын ұстаудан басқа амал қалмады. Бұл жай ғана дауыс беру емес еді. Бұл Лондон элитасы ондаған жылдар бойы табанды түрде елемей келген жұмысшы табының көзсіз, қаһарлы көтерілісі болатын. Мемлекет тура мағынасында қақ айырылды. Жастар жаппай Еуропа үшін дауыс берсе, ал 60+ буын шімірікпестен одақтан шығуды белгілеп, немерелерінің болашағын бірақ сызып тастады. Келушілер саны тарихи рекордтарды жаңартып, 52%-да Брекситті жақтаушылар алып кетті. Ал таңертең Лондонның сұр аспан астында өңі қуарған Дэвид Кэмерон баспасөз алдына шығып отставкаға кететінін мәлімдеді. Құлықпен ұйымдастырылған саяси покер нағыз ұлттық апатқа айналды. Британия мүлдем басқа глобуста оянғандай болды. Бірақ бұл тек бастамасы ғана еді. Британия соңғы 10 жылдықтардағы ең үлкен саяси қайта құруды қолында тіпті нобайы жоқ күйде бастап жіберді. Елде әлемдегі ең қуатты экономикалардың бірін континенттен хирургиялық жолмен қалай кесіп алу керектігі туралы ешқандай нұсқаулық болған жоқ. Тарихта әлі ешкім мұндай түйінді тарқатып көрген еместі. Енді жүк көліктері қалай жүреді? Визалармен не істейміз? Кеден мүлде қалай жұмыс істеу керек? Бұл қираған үйінділерді ашуды Брекзитке өзі қарсы дауыс берген саясаткер Тереза Мейге тапсырды. Осы сәтте британдық саясат сюрреалистік комедияға ұқсай бастады. Лондонда Еуропа қорқып кетіп, тез арада шегініс жасайды деп аңғалдықпен күтті. Бірақ Брюссельдің өз суық есебі бар еді. Егер Британияның тиімді шарттармен кетуіне рұқсат етсе, ертең шығу есігіне қалғандарда тұра ұмтылады. Сондықтан Еуропа бетбақ тұрмайтын қорғаныс режимін қосты. Ешқандай компромисс болмайды. Ал көп ұзамай олар тағы бір шешілмейтін дилеммаға тап болды. Бұл бас аурудың аты Солтүстік Ирландия. Бұл корольдіктің Еуроодақпен құрлық арқылы шектесетін жалғыз жері. Және бұл шешімі жоқ жұмбақ еді. Өзіңіз қараңызшы. Егер ол жерге тексерулер мен тікенек сымы бар нағыз шекара қойсаңыз, жақында ғана аяқталған қанды азаматтық соғысты қайта тұтандырып алу қаупі бар. Егер шекараны теңіз арқылы жүргізіп, Ирландияны қалған Британиядан бөліп тастасаңыз, біріккен корольдіктің ыдырауын өз қолыңызбен бастайсыз. Ал егер бәрін бұрынғыдай қалдырып, шекара қоймасаңыз, онда іс жүзінде ешқандай Брексит болмағаны. 3 жыл бойы Тереза Мей ымыраға келуге жаншыра тырысып, осы қабырғаны баспен тесемін деп шарқ ұрды. Ақырында ол Британия тарихындағы ең масқара парламенттік жеңіліске ұшырап, телекамералар алдында көз жасын жұтып, біржолата отставкаға кетеді. 3 жылдық азапты және абайла жүргізілген келіссөздерден кейін Британия шаршаған хирургты қолына үлкен куалда ұстаған адамға Борис Джонсонға ауыстыруды ұйғарды. Басынан бастап барынша қатаң, ымырасыз Брекситті қолдап шапқылаған адамға. Ирландия түйінін кесіп түсу үшін Джонсон ешкімнің батылы бармаған қадамға барды. Ол кедендік шекараны шімірікпестен тура теңіз арқылы жүргізіп, де-факто Солтүстік Ирландияны елдің қалған бөлігінен кесіп тастады. Оның бұл радикалды жоспарда өткізе алуы оның гениалдылығынан емес еді. Оған себеп 3 жылдық саяси паранойядан халықтың әбден титықтептаған соншалық, адамдар тек осымен бітсінші, әйтеуір бірдеңе істеңдерші деп айқайлауға шақ қалған болатын. 2020 жылдың 31 қаңтарында Ұлыбритания ресми түрде ЕО мүшесі болудан қалды. Қатаң бағытты қолдаушылар жеңіске жетіп, ең радикалды әрі ең ауыр үзілісті рәсімдеді. Сол күннен бері 5 жылдан астам уақыт өтті. Шаң басылды, эмоциялар саябырсыды. Бухгалтерияға үңілетін кез келді. Британдықтардың өздері үйреніп қалған әлемін өз қолдарымен жоюына себеп болған әлгі 3 мәселемен түптеп келгенде не болғанын көрейік. Сонымен Британия бостандыққа шықты, бұғаудан босады, тізгінді өзіне қайтарды. Эпикалық естіледі, иә? Бірақ бұл саяси ертегінің қатал макроэкономика жартасына барып, қалай соғылғанын көрейік. Бірінші мәселе тәуелсіздік. Олар өз заңдарын өздері жазғысы келді. Формалды түрде, иә, Брюссель оларға енді бұйрық бере алмайды. Бірақ міне, қатал шынайылық. Еуропа олардың басты сауда серіктесі болып қала берді. Мына графикке қараңыз. Бүкіл экспорт пен импорттың шамамен жартысы Еуроодаққа байланған. Ол жаққа тым болмаса бір бұранда немесе бір жапырақ ірімшік сату үшін британдық зауыттар бәрібір еуропалық стандарттарды сақтауы керек. Тек бұрын Лондон басты үстел басында отырып бұл ережелерді өзі жаздыратын. Ал қазір олар басқалардың шешкенін үнсіз орындайтын жай ғана көрермен. Солтүстік Ирландиямен болған абсурдты да ұмытпайық. Аралда жаңа соғыстың алдын алу үшін Лондонға кедендік шекараны тура өз мемлекетінің ішінде жүргізуге тура келді. Елестетіп көріңізші, тауарлар Англиядан британдық Белфастқа барады. Ал оларды шекарада бейне бір бөтен ел сияқты тексеріп жатады. Екінші мәселе экономика. Брекзиттің басты аргументі Еуропаны асырауды қоямыз да, шалқып өмір сүреміз. Нәтижесі, олар мүшелік жарна төлеуді тоқтатты, бірақ артық ақша аспаннан түсе қалған жоқ. Жай ғана мына графикке қараңызшы.
ешқандай күрделі пирамидалар немесе шатасқан схемалар емес, әлемнің ең ірі елдерінің экономикалық өсімін көрсететін бір ғана таза сызық. Референдумға дейін Британия олармен үзеңгі қағыстырып келе жатты. Ал одан кейін бірден бұл сызық аяусыз төмен құлдырап, көшілерінен 6%-ға қалып қояды. Бірақ ең нағыз тағдырдың тәлкегі үшінші мәселеде, миграцияда көрініс тапты. Бұл одақтан шығуды жақтаушылардың басты көзірі еді. Референдумға бір жыл қалғанда елге 250 мың адам келді. Британдықтар, бұл апат, біз тұншығып жатырмыз, деп айқайлады. Бүгінгі цифрлар қандай екенін білесіз бе? Жылына 900 мың адам. Сұмдық, дерлік 1 миллион. Бұл қалай болды? Қарапайым нарық заңы. Еуропалықтар, баяғы құрылысшылар, медбигілер және жүк көлігі жүргізушілері заттарын жинатты, тайыппырды. Ал біреу жұмыс істеуі керек қой. Ел ЕО-дан пандемияның қарсаңында шықты. Ауруханалар кадр тапшылығынан тұншыға бастады. Сөйтіп биліктегілер дүрбелеңге түсіп, Үндістан, Нигерия, Пәкістан және Филиппин азаматтарына жаппай виза тарата бастады. Еуропалық гранттардан қағылған университеттер әлемнің түкпір-түкпірінен келген студенттерге есігін ашты. Ал олар өздерімен бірге бүкіл отбасын ертіп келді. 10 жылдан кейін біз таңғаларлық көріністі көріп отырмыз. Ел саяси тозақтан өтті. Бірнеше премьерді ауыстырды, миллиардтарды шашты. Сөйтіп, қайдан қашқысы келсе, дәл сол жерге қайтып келді. Брексит ешбір мәселені шешкен жоқ деп батыл айтуға болады. Бүгінде британдықтардың 58%. Мұны тарихи қателік деп ашық мойындауы ғажап емес. Егер референдум ертең өткізілсе, 62%. Еуроодаққа қайта кіруге дауыс берер еді. Британдық тарих бұл әрқашан маятник. Империялық тәкаппарлық пен экономикалық прагматизм арасындағы қатаң таңдау. Және көрініп тұрғандай, олардың ұлттық мақтанышы өздеріне тым қымбатқа түсті. Маятник кері серпілді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Британия бәрін кері қайтарып, Еуроодаққа қайта кіруге тәуекел ете ме? Өз пікірлеріңізді комментарийде жазыңыздар. Және жаңа шығарылымдарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде арнаға жазылыңыздар.